Нөмірі 28 орта мектебінің 6 Б сынып оқушысы Ғабдол Үнжу. Ахмет Байтұрсынұлы қайыршымен қыдырып. Қайыршы киімі жыртық жалаң аяқ, мойнында ескі дорба, қолда таяқ. Қалада қайыр сұрап жүруші еді, күн көріп берген менде әркім аяп. Үйіне бай мырзаның келген шақта, қазына салтанатын көрген шақта, ойлайтын мұнан артық не керек деп, осындай Құдай бәрін берген шақта. Отырып алтын күміс ортасында, тоймайтын несі дейтін малмен баққа. Бір күні шаршаған соң демін алып, отырып ой жіберді әрбір жаққа. Ойлайды кейбіреулер болады бай, не түрлі керегіңнің бәрі десай. Жайлы орын, жақсы тамақ жиған жиғаз, қанағат етіп осыған тұрмайды жай. Ұрынып әр кәсіпке жүрген аман, бәріне өзі тойса көзі тоймай, айырлар ақырында қолдағыдан, дәулетін асырам деп ойлай. Иесі ана үйдің бұрын болған, кісі еді заманында бағыт қонған. Бақ қарап қыдырдарып тұрған шақта, дәулетін құралады оң мен солдан. Кәсібі сауда еді еткен жастан, бай болды Құдай беріп жұрттан асқан. Бар болса қанағаты сол уақытта, өлерде емес еді жай тұрсастан. Үстіне байығанның байымын деп, теңіздің әр жағынан сауда ашқан. Кемесі тауарына қарық болып, кез келген мезгіліне бағы қашқан. Кәсіпке сонан бері кетті ебі, келмеді қайтып байлық теңіздегі. Борышқа белшесінен батып әбден, мүлкінің болды жоқ енді есебі. Баяғы байлықты дәурен бастан көшіп, секілді түс көрген болды кебі, және де бір саудагер байып еді, саудасын әр жерлерге жайып еді. Үстіне байығанның байымын деу, оның да осы бір зор айып еді. Санасам толып жатыр осындай көп, қанағат байыдым деп етпейін көп. Сол жерде қайыршыға қыдыр керіп, жүрушем сырттан аяп сені көріп, дорбаңның аузын ашып тош бейшара, мен сені байытайын алтын беріп, жалғызақ бір шарты бар ал есіңе, түскенің бүр алтын дорба ішіне, дорбадан жерге түссе ол алтын, жұмсауға жарамайды пайдасыңе.